Алла Тағала Құран кәрімде Ғафир сүресінің 60-шы аятында Астағфиру билла ва қала раббукум уд'уни астажиб лакум, яғни Раббыларын менен сұраңдар, мен жауап беремін деп айтты. Сондай-ақ осы дұғаға қатысты ардықты пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам былай деген: Уд'уллаха ва антум муқинуна бил иджаба, яғни Алладан бір нәрсе етіп, дұға етіп сұраңдар, және сендер кәміл сондай бір иманда болыңдар, Аллаға сеніңдер, өздерінің дұғаларында Алла Тағала қабыл ететіндігінде. Міне осыған байланысты момын мұсылман өмірінде қандай да Алладан бір қажеттілігін сұрайтын болса, ол міндетті түрде өзінің дұғасының Алла Тағаланың құзырында қабыл болатынына жүрегімен кәміл сену керек екен. Ғалымдар осы дұғаның қабыл болуына байланысты мынандай маңызды ескертпелерді айтқан болатын. Яғни момын мұсылман қашан Алла Тағаладан бір нәрсе сұрайтын болса, Алла Тағала сол сұрағанын қабыл етіп, оған жауап береді делінеді. Және де екінші бір түрі бар. Момын мұсылман Алладан бір нәрсе дұға етіп сұрайды, бірақ сол сұрағаны берілмейді. Есесіне Алла Тағала одан да жақсы, одан да хайырлысын нәсіп етіп береді екен. Ал енді үшінші бір түрі бар. Момын мұсылман Раббысынан үміттене отырып бір нәрсе сұрайды, дұға етеді, бірақ оны сұрағаны берілмейді, одан да жақсысы да берілмейді. Бірақ оның орнына Алла Тағала оны алдында күтіп жатқан пәрекеттен, жамандықтан құтқарады екен. Құрметті бауырлар, дұғаның қабыл болуына байланысты ғалымдар мынадай бір төртінші түрін айтады. Қашан момын мұсылман Алладан бір нәрсе сұрап дұға ететін болса, Алла Тағала сол сұрағанын бермесе де, оның орнына оның жасап қойған күнә, қателік, кемшіліктерін кешіріп каффарат етеді. Және қорытындылай келе, мынау дұғаның қабыл болуына байланысты ғалымдардың бесінші пікірін айта өтетін болсақ, ол жерде былай делінеді: момын мұсылман осы өмірде дүние тіршілігінде жалбарынып, үміттеніп Раббысынан бір нәрсе сұрайды, бірақ сол сұрағаны осы дүниеде көре алмай өтеді. Бірақ о дүниеге, ақиретке барған кезде Алланың құзырында Алла Тағала айтады: мына пәленше деген пендем, құлым осы дүние тіршілігінде менен осындай бір қажетін сұраған еді, бірақ мен оған жауап бермедім. Сол сұрағанын осы дүниеде, ақиретте, мәңгілік өмірде беремін дейді екен.